Сәлем менің көрермендерім. Бүгін біз өте дәмді қайнатылған сорпа жасайтын боламыз. Ол үшін біз үйдегі бар, сүйегі бар етімізді суға салып қайнатып аламыз. Үстіне бір сәбіз, тәтті бұрышымыз, помидорымызды салып тағы да қайнататын боламыз. Паприкамызды, үйде бар дәмдеуіштерімізді салып қайнатып, етіміз пісейін деп қалған кезде картошкамызды салып тағы да жарты сағат қайнататын боламыз. Тұзымызды саламыз, үйде бар укроп, не болмаса петрушка салып кішкене қайнатып өшіреміз. Ал сорпамыз дайын, жасап көріңіздер, өте дәмді. Астарыңыз дәмді болсын. Рахмет менімен болғандарыңызға. Мені қолдап, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Әрмен қарай тағы да қандай тамақ жасағанды қалайсыздар, комментарийға жазып бөлісіп отырыңыздар. Сау сәлеметте болыңыздар.